Нұрбеке, сізде яқын барма бұл күн. Әрдайым қатарыңнан алда жүрдің. Айтыс үшін арнайы білім алдың ақындар мектебінде ауданыңның. Жалғасы Астанадан табылмап бет ақын болсам деген ақ арманыңның. Арнайы айтыс деген оқу ашып Мырзекең басын қосты сандарынның. Өзіңде сол тәмамдап мамандықты кәсіби ақын болып аңғарылдың. Ақын деген қып-қызыл диплом алдың қолынан Мырзатайдай нарғалымның. Сіздікіндей мамандық ешкімде жоқ, бәрін шолып шықсаң да жан жағыңның. Мен бірақ өзіңізден жасқанбайын, қуаты тасып тұр ғой қанда жырдың. Сіз секілді кәсіби болмаса да табиғи талантыма тәуба қылдым. Қолыма қызыл диплом алмағанмен қызыл тілі қылыштай балаларыңмын. Ақын деген ағадал құжатымды анамның құрсағында алған ұлмын. Оу, қатырып екі бетті грим дабап, қапқара аға мелге жымын қағат. Жәнібектің ағасын айтты жүкең, кеудеңе қуаныштың гүлін қадап. Мен сізді шын жүректен құттықтаймын, өйтпесем болар ұлттық ұғымға жат. Ерке болам бірақта сөз айтыстап, сол айтыста бір түрлі естіп қалдым жырыңды ағат. Жастармен айтысқаннан шаршадым деп біздерге танытыпсың қырын қабақ. Шаршасаңыз демалмай нағып жүрсіз, қашан енді нервіңіз шығын болады. Жастардан шаршадым деп жыласаң да жастың бірі Жандарбек жұбың болады. Мен түгіл осы айтысқа келіп тұрған ақынның тең жартысы інің болады. Менен өтіп кетсең де қарсыласың Мейірбек, Әсет яки Сырым болады. Жас бөлтірік қаптаса жан жағынан дәу түйенің тізесі діріл қағат. Онсыз да шаршап тұрған дәу түйені бөлтірік мерт қылмай ма ырылдабақ. Жастармен айтысуға қамдана бер, қанжардай келіп тұрған тілін қадап. Бұған дейін көргенің ештең емес, шаршағанның көкесі бүгін болады. Атадан ұл болмасам асып туған, несіне мәрт өнердім ашық қылғам. Ассалаумағалейкум сәлем бердім ағайынға құшағын ашып тұрған. Әріректен бастайын әңгімені, тарихымнан сыр шертіп тасық тұрған. Ұлытау қазағымның ордасы еді, кезінде елдің басын қосып тұрған. Жайлауда жақындасып келеді екен қырық ру, қыстақтағы қашық тұрған. Бабасы хан сайласып бата беріп, баласы Ақсарбастан асық буған. Содан бері қаншама ғасыр өтті, ғасыр саны 20-дан асып тынған. Астана бүгінгінің ұл ордасы, Ұлытаудың орынын басып тұрған. Елордаға айналған күннен бастап бірліктің төрекенін расық тұрған. Алматыдан көшіп кеп көпшенеунік арқада салтанатын ашық құрған. Арқалық Торғай менен Қорғалжыннан қазақтар көшіп келіп кәсіп қуған. Ағылып батыстан да шығыстан да қалың ел қараөткелге көшіп тұнған. Оңтүстіктен ормандай ел жұрт келіп базардың берекесін тасыттырған. Астанам менің алғаш махаббатым 18-де өзіне асықтырған. Армысың арқадағы ару қалам, мен түгіл патшаны да ғашық қылған. Әгигәгім, әгигәгім. Құмаржан болмасам да менегеске, ағаңды шақырдың ғой ерегеске. Төркініне барайық әңгіменің, бұл өзі айтыстың бір жол емес пе? Мырзекеңді айтқанда ең әуелі түседі Жамбыл менен Кенен еске. Соларды өмір бойы зерттеймін деп қар өлеңнің қайғысын жедемес пе? Қылышынан қан тамған КСРО-да айтыс үшін айқасқан беделесте. Бір күнде
үш ақынға атақ беріп советті дірілдеткен ер емес пе? Қара көзім қараңғы болмасын деп жастарды оқытқаны жөн емес пе? Мұхаммеджан ағамыз соның біреуі аман жолдай сер емес пе? Дәулеткерей, Балғынбек, Айбек, Жібек шәкірттердің кенжесі мен емес пе? Айтыс деген факультет ашып берсе төленерге сіңірген тер емес пе? Қолыма қызыл диплом ұстатса егер 4 жылдық еңбегімді елемес пе? Анадан ақын болып туғаныңмен білімсіз бір дүниең кем емес пе? Сеніңді оқығаныңды білеміз ғой, сонда қалған қағазың көк емес пе? Ерманов ректорыңа 2 барып сүйрелеп оқытқан ол сен емес пе? Есегің судан өтіп алғаннан соң есіріп ескегіңді бөлегес пе? Мырзекеңде жүкеңде осында тұр, айтыс деген солардың төр емес пе? Бейнеттің зейнеті бар дейді қазақ, біздің ел біліп айтар ел емес пе? Қызыл шеке боп жатсақ сен екеуміз, қызығын көрді деген сол емес пе? Әгигәгім, әгигәгім. Болмасаң да құрбым мен құрдасым, құрбыласым. Айтыста сен едің ғой тұрғыласым. Көптен бері қолыма түспей жүрең ағаң, сенің мойныңды бір бұрасын. Ерке тотай ақынның біреу едің, түнде тұрып ішетін күндік асын. Біреу тиіссе әкеңе айтып барып, әкең тиіссе шешеңе жырғыласың. Еркектермен айтыссаң салғыласып, қыздарменен айтыссаң сындырасың. Кәримамен айтыссаң кәйіп болып, Ағмаралмен айтыссаң гүл қыласың. Айнұрменен айтыссаң шоу қыласың, Сараменен айтыссаң дін бұзасың. Сен әйтеуір қай қызбен айтыссаң да әкеңді соған ғашық қылдырасың. Оған дәлел Айнұрмен былтырғы айтыс, өткенің көз алдыңда бұлдырасың. Айтысқа Айнұр үшін келіп тұр деп әкеңнің ашып едің бір күнәсін. Мені сүйсе орнынан тұрсыншы деп Айнұр қызда қулығын қылды басым. Орнынан отырғызып бір тұрғызып қалың елдің мойнын бұрғызасың. Айтекең айтқаныңды істемесе мамаң айтып мұрттарын жұлғызасың. Тоңқылдаса тоқалап беремін деп байқұс шалдың аузын жымғыласың. Дәл сендей сайқы мазақ көргенім жоқ, шоу үшін әкеңді де құл қыласың. Бүгінгі қарсыласың мен боп тұрмын, сен енді сценарийді бір бұзасың. Қасыңда Айнұр да жоқ, Сара да жоқ, әкеңді енді қайтып тұрғызасың. Әгигәгім, әгигәгім. Анашың өзірсе де сүтке бөліп, әкелердің орыны тіптен ерек. Жақсы дейсің біресе, бақсы дейсің құрдасыңдай қалжыңдап бүктемелеп. Атанаң жынды болса байлап бақ деп бабалар бізге аманат жүктеген еді. Қарағым түзу жолмен жүре алмасаң ешкімге ақыл айтпашы ештеңе деп. Өзіңе көп жастар жүр еліктеумен, өнері бар жігіт қой кішкене деп. Әй бірақ біздің қазақ тек айтпайды, құлықсызды құрметпен күштеме деп. Анда-санда айтқанын істесең де, дүмшенің істегенін істеме деп. Әгигәгім, әгигәгім. О, мынау кім Амантайдай аттандаған, інісін білімсіз деп ақпарлаған. 70 тілді білсе де Әл-Фараби сен құсап білімімен мақтанбаған. Сакрат білмейтінім көп екен деп көп білсе де ешкімге шаттанбаған.
Тұрғанмен ерекеңнің екпіні деп, өлеңі болмай отыр өткірірек. Көк диплом деп көк түсті жақтырмайды, ол менің желбіреген көк туым еді. Өзің айтып отырған Мырзекеңнің зерттегені күлтегін көктірік еді. Жюридің төрағасы мақтап жатсың бұрынғы Евразияның ректоры деп. Мұхаммеджан ағаңды майда тілмен мадақтайсың қазақтың тектұлы деп. Бізге бір жылы сөзің қимадау деп, қазылардың қалғаны кетті жүдеп. Жюриді былай қойып жүкеңді де айтып жатсың тиер деп септігі көп. Ай осы бүгінгінің ақындар-ай, кімді мақтау керегін епті білет. Бар білімің мақтаудан аспай жатса, айтам қызыл дипломыңның жоқ құны деп. Ереке Жандарбекке тап болсаңдар, болмай ма әкемді айтып шатпасаңдар. Шығасап дүрсе қойып дүмше демей, қайтеді сәл мәдениет сақтасаңдар. 10 орнынан тұрғызған Айнұреді дұрыс қой өтірікті соқпасаңдар. Мен айтысқа шыққалы 10 жыл болды, төбе бидей сайрадым топтасарнар. 10 жыл бойы әкем мен шешемді айтып ауыратым бопсыңдар, айтпасаңдар. Бұл әзілдің сұрогы өтіп кетті, қайтеді езе бермей тоқтасаңдар. Мына халық жалықпай қайтсын енді, бір сөзді табаурын қып таптасаңдар. Айтыстың мәні кетті деп сынап жүр, жан ашып бұл өнерге жақтасарлар. Айтыс қайдан дамиды шыныменен, 10 жылда бір жаңалық таппасаңдар. Отан жайлы шырқайтын төрге келіп, отбасылық деңгейден аспасаңдар. Баласын тал бесіктен талмай баққан, атанаңды аялау қандай мақтан. Атанамды мазақ қып жүрген жоқпын, бағып жүрмін асатып балғаймақтан. Кімнің дүмше екенін мен айтайын, адамдар бар тірлігі қан қайнатқан. Қазақтың даласында бұрын соңды қарттар үйі болмаған сор қайнатқан. Ал қазір қарттар үйін салған сайын күнәміз боп барады таудай батпан. Өзінің атанасын сонда апарып, балалар бар қабағы қардай қатқан. Екі этаж коттеджінен әкесіне бір бөлме бір қуысы болмай жатқан. Маңдайынан сипаған өз анасын, балалар бар бетінен жаудай қаққан. Дүмшеде осыларды айтпаймысың, адамдығы әлі де оңбай жатқан. Жатырына сыйғызған өз анасын, шатырына сыйғыза алмай жатқан. Ауылдың қасиетті топырағы, қадірі кетіп қаңсып тоқырады. Менімен қызыл шеке болғаныңша, уайымдатсын сен елдің ақуалы. Күні қараң болып тұр қанша ауылдың, таба алмай ауыз су мен отын әлі. Көктем келсе белшіден батпақ кешіп, балалар оқуында опынады. Бірақ сол ауылдардың патша келсе гүлденіп шыға келет атырабы. Өйткені елбасымыз келер кезде әкімдер таңды көзбен атырады. Басқа ештеңе тындыра алмаса да показуха дегенді қатырады. Алдын ала жаттатып айтар сөзін шапан киген шалдарды шақырады. Ұстаздардың қолына ту ұстатып келмей қалса қиылат ақылары. Жалған ұран жаттатып шеттерінен оқушыларға дәріс оқылады. Елбасы өтіп кеткенше базардағы азық түлік арзанға сатылады. Патшаның парасатты сөзін жазып гүлдендіріп қояды сахнаны. Әкімдерде халыққа әкіреңдеп, қарсы келсең қабандай жапырады. Сценарийда жоқ сөзді айта қалсаң бастарыңды кесем деп бақырады. Елбасы кете салы халық байғұс бейшара халге түсіп ақырады. Ал әкімдер патшадан құтылдық деп басмышы банкет жасап отырады. Қайран менің елбасым осылардың кесірінен бәлеге шатылады. Патшаның нұрлы жолын кірлі жол қып, осындайлар былыққа батырады. Мың адамды алдап жүрген ессіздерге нұрағаңды алдай салу не тұрады? Осылай қайран біздің ауылдардың айтылмай жүр зары мен запыраны. Көз бояғыш әкімнің кесірінен көзінің сорасы ағып жатыр әлі ай. Ау ереке қадам басып шапшаң алға, жақындап жүрсің талай жақсы адамға.
6 жыл бұрын сізбен айтысыппын, оң солды танымайтын жас болғанда. Ол кезде сен ашты айтып, ақиқатты ұқсаушенің алынбас тасқамалға. Қатты айтушен қадап-қадап төрдегі төрелер мен қасқаларға. Өйткені өз жағдайын қиын еді, адам ашты сөйлейді ашқағанда. Жұмыссыз пәтер жалдап жүріп едің, айтыстан әрең тапқан ақшаларға. Ал қазір үкіметтен қолдау тауып, жағдайың бұлай қатты жақсарар ма? Бір емес қос жұмысқа кіріп алып, мемлекеттен берілді баспанаңда. Тұрмысың түзеліп еді, үндемейтін айналдың өпмамақан басқа адамға. Қызметің күн санап өскен сайын, қызыл тілін қысқара бастаған ба? Жыртығыңды жамаған бұл үкімет, аузыңды қоса жамап тастаған ба? Ауды. Айқаймен шуға көбіп Астананы, інімнің қату болдау қасқабағы. Отбасымды айтасың деп айтасың, отаның сол отбасынан басталады. Деп жүрсем бұл баланы бекем екен, қазіргі көзқарасы бөтен екен. Ақындар 10 жыл бойы жырға қосса, жан жоғау айтақындай көкеметең. Бірақ соны бастайтын өзіңсің ғой, осыны мойындасаң нетеді екен. Жақсы әке жаман ұлға 40 жыл азық, сіздікі неше жылға жетеді екен. Көбейіп күдігіңде айқайыңда, болама дәл осылай шалқаюға. Жағымпазлып шығардың жюрилерге, мисыз ана кәлләңді шайқайын ба? Атағын ел білетін ақыммын деп осылай болар мекен қайқаюға. Мен айтсам жақсылардың ісін айттым, мен түгіл бағалаған байтағымда. Сендейлер қадіріне жетпеген соң қасқалар көз алдымда қартаюда. Жақсының жақсылығын айтпағанда, басқаның бақсылығын айтамын ба? Гигагым, гигагым, бауырым сөйлесеңде не түрленіп, қадірлі қар өлеңнен кетірме құт. Қысқармайд менің тілім, сендейлерді көргенде өсет қайта метірленіп. Мен қашан елдің жайын айтпап едім, жүрмін ғой қанғараға көпір болып. Қызметімді, үйімді түгендедің, өзіңше өкіметшіл өкіл болып. 10 жылда зорға бір үй алып едім, оны да сөз қылдың ау шетін көріп. Ал оның төлейтінін неге айтпайсың, қазір мені қарызға отыр көміп. Сондықтан елдің жайын ұмытпаймын, біз әлі толыққанды жетілмедік. Аяз би әліңді біл дейді қазақ. Осыған отырғандай ретім келіп, кешегі Аяз биде мен де бірмін. Бұл сөзді айтам саған кепіл болып. Сенбесең сен үйіме барып көрші, төрімнен қарсалады бетім беріп. Кредиттің кестесі ілеулі тұр, Аяз бидің шапаны секілденіп. Әгигагым, әгигагым. Ағайын сен қолдасаң балаңдай бір, сөйлейін сахнадан бабамдай дүр. Мақтап мақтадай былқылдатып алғаным азық болар маған қайбір. Мәселе керек болса мен айтайын бауырым, сен де оған алаңдай жүр. Бұл күндері жастары Астананың өз ошағын өздері жаға алмай жүр. 2 күннің бірінде көшіп қонып, сәбиінде дұрыстап баға алмай жүр. Пәтердің иесінен қорққанынан бір-біріне қонаққа бара алмай жүр. Болса да мемлекеттік бағдарлама танысы болмаған соң ала алмай жүр. Департамент өткізсе банк шығады, төлем қабілеттерін санардай бір. Азын аулақ айлығы неге жетсін, ескі құсқы қарызын жаба алмай жүр.
Мен құсап әупірім деп үй алғандар балконының есігін таба алмай жүр. Өйткені өкіметім салған үйлер 5 обадан кейін-ақ оңалмай жүр. Елбасының жолдауы жақсы болды, жастардың үміт отын жағардай бір. Құрылыстың көкесі бұрын болған, сенбесең тарихыңды бағамдай біл. Қарахан Қожа Ахметтің кесенесі 7 ғасыр сапасы жоғалмай жүр. Солардың материалын ұстап көрсең әншейін кесекпенен сабандай құр. Қайтейін дәл қазіргі құрылысшылар сол кешегі бабадай бола алмай жүр. Кесек түгіл таспен де темірмен де қазықтарын дұрыстап қағалмай жүр. Ақсақ темір салдырған құрылысты аяқ қолы бүтіндір сала алмай жүр. Әгигәгім, әгигәгім. Жандарбек бір тедіскен тай құлын еді. Он бесте олжа салған тай бұрыл еді. Абитуриент кезінде айтқыш еді, студент кезінде де сәйгүлік еді. Магистрант болғалы мән қалмапты, негізі әдебиет байғылым еді. Өткенменен кеткенді қозғадың ғой. Мен айтсам сенің жайың жай білінеді. Алматыдағы айтысың есіңде ме, 2009 беді қай жылың еді. Астанан ақиқаттың моласы деп теңеумен айтып едің қайғылы боп. Сол молада өзіңде тұрып жатсың, балаңда сонда туды ай күні кеп. Алматыда басқаша сайрайсың да, Астанада сөйлейсің жай жылы кеп. Айтқыш болсаң сен өзің неге айтпайсың? Жүрсің ғой алталашқа әйгілі боп. Қызыл тілің қысқарып қалмаса да, аузыңды босатпайдау майжылы кет. Сүйінбайдан дарыған сүйір тілді жіпсіз байлап тастаған қай құдірет. Әгигәгім, әгигәгім. Ереке ақын емес жыраудайсың, айтыспайсың, тек қана жыр арнайсың. Елді айт десем пәтерді ғана жырлап, шиырлап бір шеңберден шыға алмайсың. Үйім жоқ деп жылап ең, үй беріп ет, ақшасын кім төлейді деп жылардайсың. Ат берсең ер тоқымы қайда дейтін, Қожа Насыр атаңнан бір аумайсың. 10 жылда бір-ақ пәтер алдым деп аузыңа шүкірлікті бір алмайсың. Сен неге мемлекеттік программамен арзан үй алғаныңа қуанбайсың? Мына халық соғанда жете алмай жүр, басыңа түспеген соң біле алмайсың. Шығым болып кеттім деп шырылдама, байқасам шық бермейтін шығайбайсың. Арзан тегін үй болған емес болмайды да, неліктен саясатты оғалмайсың. Өлсеңде қабіріңді сатып алып, жаназаңды ақшасы шығармайсың. Пәтер алмақ түгілі бұл заманда, көргеде көк тиынсыз кір алмайсың. Ай! О, ереке мынаны айттың, ананы айттың. Қолма-қол келеді сізге жауап айтқым. Алматыда айтылған бір сөзімді 2009 еттеп санап айттың. Сасқан үйрек артымен жүзеді деп, айтыста өзім айтқан молан айттың. Кім айтты мен ештеңе айтпай жүр деп, дәйексіз сөз дәлелге жарамайттым. Алматыда айтысқа келген кезде ел мұңын Иманғали ағам айттым. Айтысқа сауда байып келген кезде шетелге саудаланған балан айттым. Министр Құлмұхаммед келген кезде айтысты жаппаңыз деп талап айттым. Бауыржан Бәйбек мырза келген жылдан төрдегі алыс беріс паран айттым. Бас көзсіз өсіп жатқан баған айттым. Кәріспенен үндінің киносынан уланып жатқан ұлттық санан айттым. Сен биыл айтып отқан үйдің жайын мен былтыр кірпіштей қып қалап айттым. Нұр Отанның айтысына келмеймін деп, сен болсаң бізге сәлем хабар айттың.
биліктің еш адамы қатыспайтын, датыңды ел естімес далаға айттың. Шындық айтпай жүрсің деп шырылдама, дәлелдеші мен қашан мадақ айттым. Айтысқа қай шенеуіні келсе дағы, халықтың мәселесін қадап айттым. Сен сияқты сыртынан сыбырламай, тұттура беттеріне қарап айттым. Ай! Айналайын ереке, қар өлеңнің зергері, арулар тіккен кестедей өлеңіңнің өрнегі. Шағып сөйлеп отырсам, шамданбай түсін сен мені. Шабытыңа май құйып, лаулатайын деп едім өлеңнің отын сендегі. Әр ағам әрі досымен, дауласпайы осымен. Егесе берсе есепсіз ер азаматтың өлгені. Асқақтай берсін беделің, іңгәлаған бөбегің 20-дан ассын еңгемі. Балам балдан тәтті деп, немерем жаннан тәтті деп, анаңның қолын былғасын ұлғызыңның жөргегі. Қазағым сенде аман бол, зерек туған зерделі. Мамыра жай заман боп, ел тыныш елбасы аман боп, қарыштай берсін алдыға мәңгілік елдің керуені. Мәңгілік болсын тілерім, тұрақтылығың елдегі. Еркіндіктің тойында, еркесілдің бойында, ақ жүрегімнен айтылған ақ тілек осы мендегі уай.